Б жоспары бойынша тапсырыс жасау бланкісі. Бұл бланкіні сіз тапсырыс жасайтын офистің бухгалтерінен аласыз. Бұл жерде міндетті толтырылатыны, мына жерге бухгалтерден сұрап офистің номерін көрсетесіз. Так, өзіңіздің ID номеріңізді толтырасыз міндетті түрде, және фамилия, аты жөніңізді жазасыз. Информация о наставнике деген жерге сізді бизнеске шақырған жоғарыдағы тәлімгеріңіздің ID номерімен фамилия, аты жөнін көрсетесіз, және тапсырыс жасап отырған күннің датасын толтырасыз. Жалпы Б жоспары бойынша сіз бұған дейін жапқан картаңыздың жеңілдігімен және карьера сатысындағы статусыңызға сәйкес жеңілдікпен тұтынасыз. Б жоспарымен тұтынуды басқаша қайта тұтыну деп айтады. Әрине, бұл жерде жеңілдік жүреді. Енді А жоспарынан айырмашылығы, Б жоспарында сіз компанияның Қазақстан нарығында ұсынып отырған кез келген өнімін тұтына аласыз. Бұл жерде кальцийден бастап наттогинкаға дейін биологиялық белсенді қоспалар, тіс пасталары, шампунь, бальзам, приборлар, ыдыс кір жуатын дичо өнімдері, титан браслеттер, барлық прибор түрлері, төсек жабдықтары, яғни Тиньши компаниясының Қазақстан нарығындағы бүкіл 50-ден аса өнімін тұтына аласыз. Және бұл жерде енді бланкіде әрине баға, бастапқы дистрибьютор бағасы көрсетілген, мына жерде 8400 кальций деп. Бірақ сіз Б жоспары бойынша өзіңіздің картаңызға және статусыңызға сәйкес жеңілдікпен бағаны мына жерге көрсетесіз. Дистрибьюторская цена после скидки деген жерге өз бағаңызды жазасыз. Ол бағаның бланкісі сізге тәлімгеріңіз береді, электронды вариантын. Так, мына жерге неше данадан алатыныңызды көрсетесіз. Сөйтесізде екеуінің көбейтіндісін, яғни барлық бағамын көрсетесіз. Тура А жоспары сияқты толтырылады. Мына жерде төменгі жаққа PV-іңіздің барлығы қанша болғанын, мына жерге жеңілдігіңізбен бағасы қанша болғанын жазып көрсетіп, есептеп, мына жерге қол қойып, бухгалтерге өткізесіз. Бухгалтер сіздің бланкіңізді, алатын заттарыңыздың бар жоғын тексереді, PV-леріңізді есептейді, бағаларын есептейді, сөйтеді де, мына жерге қол қойып, төленді деген мөр басып, сізге осы бланк бойынша тапсырыс жасаған өніміңізді береді. Және осы бланктың бір данасын қолыңызға тапсырады, о чегін жабыстырып, алған бағамыңызға сәйкес чекті жабыстырып. Бұл сіздің өз ID номеріңізге алғандығыңызды дәлелдейтін құжат болып табылады. Бұны құжат ретінде өзіңізге сақтағаныңыз дұрыс.